Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында ауызашарға дайындалатын, қазанда жасалатын дәмі деген тіл үйретін сірненің рецебімен бөлсемін. Кешкі асқа не жасаймын деп басыңызға идея келмесе, міндетті түрде осы тағамды жасап көріңіз. Рецебі ұнаса, видеоны соңына дейін көріңіз. Ең алдымен сиырдың төс қабырға еттерін тазалап жуып, ұсақтап бөліп, оны ыдысымызға саламыз. Сірнені сүйек аралас еттермен жасаса өте дәмді болып шығады. Пиязды ірілеу етіп осылай турап, оның қасына сәбізді де ұсақтап, дөңгелектеп қалауымыз бойынша тураймыз. Менде қатырылған болгар бұрышы. Бұрышымызды кесекте оғып 4 бұрыштап турап, алдын ала аршып дайындап алған картоплымызды жуып, оны да ортасынан 2-ге бөлеміз. Қызып тұрған пешке ыдысымызды қойып, ішіне 2 ас қасықтай сұйық май салып, сарымсағымызды араластырамыз. Бетіне туралған еттерді салып, қызарғанша қуырып аламыз. Жақсылап қуырып алған еттің үстіне алдын ала жуып тазалап алған көкөністерді рет-ретімен салып, дәміне қарай тұз және бұрыш саламыз. Түбі күйіп кетпес үшін мен үстіне аздаған су құйдым. Тағамымыздың бетіне орам жапырақтардың сыртқы жапырақтарын бір-бірлеп алып, жеке-жеке қойып шықтым. Қақпақты жауып, тамағымыздың астын ең аз отқа қойып азайтып, 1,5 сағаттай пісіріп алдым. 1,5 сағаттың ішінде осылайша жұп-жұмсақ болып, барлығы әдемі болып пісіп шықты. Салынған көкөністер езілмей жұп-жұмсақ болып пісті. Достар, алдағы уақытта шығатын осындай керемет рецептерді өткізіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Ораза айында отбасыңызға осы сірнені жасап беріп қуантыңыз. Ұстаған оразаңыз қабыл болсын.